Ілияс Есенберлиннің қаһарманы, азаттық рухын оятқан, ұлттық мүддені ұлықтаған тарихи айна. Біздің Ілияс Есенберлиннің қаһарманы бойынша 3-ші сабағымыз Есенберлиннің қаһарманы кейіпкерлері. Оқулықта Наурызбай бөлімі. Оқу мақсаты 11.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Сабақтың мақсаты шығармадағы Наурызбай батыр бейнесін даралау арқылы оның ерлік болмысын ашады. Кейіпкердің іс-әрекеті, мінез-құлқы мен авторлық сипаттау негізінде тарихи шындықты бағамдайды. Ел азаттығы жолындағы күрескер тұлғаның қазіргі заманмен байланысын салыстырады. Бағалау критерийлері: кейіпкер бейнесінен дәлелдер келтіреді, Наурызбайдың дараланған қасиеттерін көрсетеді, өмір шындығы мен кейіпкерлер болмысын байланыстырады. Дескриптор: үзіндіден Наурызбай бейнесін сипаттайтын тұстарды табады. Наурызбайдың ел үшін күрескен тарихи тұлға ретіндегі орнын дәлелдейді. Кейіпкер бейнесін қазіргі ел бірлігі мәселесімен салыстырады. Сабағымыздың реті бойынша жағымды атмосфера қалыптастырып, оқушыларды сабаққа ендіріп болғаннан соң, қызығушылықты ояту сәтін мұғалім тақтаға Наурызбайдың бейнесін қойып, Наурызбай бейнесін сипаттаған қысқаша үзіндіні дауыстап оқып береді. Ілияс Есенберлин қаһарманы. Наурызбай 17 жасынан бастап қолына найза ұстап, ағасы Кенесарының қасында жүрді. Жаста болса жауға шапқанда айлакерлігімен, ер жүректігімен көзге түсетін. Шыбын жанын ел тәуелсіздігі жолына тігіп, ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен намысын қорғаған Наурызбайды жұрты ел қорғаны, ердің ері деп атады. Осы үзіндіні оқып болған соң, оқушыларға сұрақ қояды. Елдің тәуелсіздігі үшін күрескен қандай тарихи тұлғаларды білесіздер? Олар нені армандады деп ойлайсыздар? Оқушылардың берген жауаптарын ортаға салып талқылап, пікір бөліс болған соң, сабағымызды топтық, жұптық, жеке тапсырмалармен жалғастыратын боламыз. Топтық тапсырмаларды сыныпта оқушыларды 3 топқа топтастырып бөліп алған соң, бірінші топ Наурызбайдың дара бейнесін ашатын сөздер мен сипаттамаларды жинақтап постер құраңдар деген тапсырма беріледі. Екінші топ Наурызбай тарихи тұлға, Наурызбай көркем образ екеуін салыстырып, диаграмма ретінде жұмыс жасайтын болады. Үшінші топ егер Наурызбай бүгінгі заманда өмір сүрсе, шығармашылық тапсырма үндеу немесе ұран құрастыру. Наурызбайдың атына немесе Наурызбай солай үндейтін еді деген сияқты болжам жасайды. Арғарай екінші тапсырма жұптық жұмыс. Наурызбай бейнесі арқылы автор қандай тарихи шындықты көрсетті деген сұрағына жауап дайындайсыздар. Арғарай үшінші тапсырма жеке жұмыс. Үзіндіден Наурызбайдың батырлық қасиеттерін белгілеңіз. Ерлігі, найзагерлігі, елге сүйіспеншілігі, туған жерге деген сағынышын оқулықтағы берілген мәтін арқылы Наурызбайдың бейнесін ашып, осындай 3 тапсырма орындайтын боламыз. Әр тапсырмалардан соң мұғалім мен оқушылардың арасында кері байланыс жүріп, қалыптастырушы бағаларын қойып отырамыз. Сабақтың соңында оқушылардың сабақ жайлы пікірін білу үшін, ел ертеңі үшін күрескен Наурызбайдың бейнесі сізге қандай ой тастады деген рефлексия арқылы жалғастыратын боламыз. Қазіргі Қазақстандағы ел бірлігі үшін Наурызбай батырдың ісінен қандай үлгі алуға болады деген сұрақ қою арқылы және сабақта Наурызбай тұлғасын таныдың ба деген рефлексия жасау арқылы оқушылардың пікірлерін тыңдап, сабақты қорытындылайтын боламыз. Әр топ постерін қорғайды, мұғалім критерий бойынша бағаланады. Формативті бағалау 2 жұлдыз біртілік әдісі арқылы өтсе болады. Үй тапсырмасы: Наурызбай бейнесін Есенберлин романдағы сипаттамамен
және нысанбай жырау дастанындағы көрінісімен салыстыру ізденіп келу